Сварочный цех арендаға іздегендер үшін Қоңыратта жолдың бойында, яғни автотной жолда, бұл тарапымыз болса Карван-сарай тойханасы. Осы манда мінекей осы екі этаждың қарама қарсысындағы бұл сварочный цехымыз арендаға беріледі. Кеттік, ішін көріп шығамыз. Ал олай болса, әзіз достар, автотной жолдың бойындағы осы сварочный цехымыз арендаға беріледі. Ішінде көріп тұрғаныңыздай жылыту үшін екі дана өзінің пеші бар. Енді бұл имараттың аренда пұлы құлласы бұл жерде сварочный дарвоза, құлласы темірге байланысты әрқилы нәрселер ісленген. Көріп тұрғаныңыздай осындай нәрселер. Егер инструментің жоқ болса деп жатыр, бұл имараттың иесі барлық инструментлерімен беремен дейді, цехқа байланысты. Аренда пұлы 3 миллион болады. Движок, кәттекі движогына дейін бар, далада екі дана камерасы бар. Егер өздеріңізде инструмент болатын болса, аренда пұлы 1,5 миллион сом. Енді даланы көріп шығамыз, далада өзінің осындай мінекей ремонтқа үлкен машиналар бүймелері кіріп жайғасатығын осындай жері бар, кеңшілік, текс. Ондан соң мынандай бастырмалы навесі бар. Көріп тұрғаныңыздай. Аренда келісімді. Осы экрандағы номерлерге хабарласамыз. Құдай қаласа біздің каналдың атын айтып, ямаса мен айтып баратын болсаңыз, сізге әлбетте келісім қылып береді. Бағанағы айтқанымызда ішінде болгарка, шурповер, сварка, движок, құлласы цехқа низатлар керек болады. Барлығымен тәмелеп береді. 3 миллион сом болады. Айтамыз, келсеміз. Егер затларымыз өзімізде бар дейтін болсаңыз, 1,5 миллион сом, оны да хабарласасыз, қолдан келгенше келісіп береді. Олай болса, бұл видеоны Қоңыраттан осындай арендаға сварочный цех іздеп жүрген аға інілерімізге бұл видеоны жіберіп қоямыз. Бізге бесплатный үй-жай ямаса имаратқа арендаға жер орын ямаса әрқандай имаратты арендаға беретін қызметлер болса, бесплатный істеп береміз. Ол үшін осы көріп тұрған номерлерге хабарласамыз. Олай болса, Қоңыратшы достарға жібереміз видеоны.